Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі видеода өт жолыңыз ауырып жүрсе, мазалап жүрсе, үнемі ауырып, қиналып жүрсеңіз және емін таппай жүрсеңіз, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Сәлем, құрметті алтындарым, сіздермен бірге денсаулық үшін каналы. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, каналыма тіркеліп және достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Ал кеттік, достар. Ол үшін бізге қызылша керек, свеклы. Қызылшаны қайнатып аласыз. Қатты езілмеу керек, жартылай қайнатып аласыз, қатты болу керек кішкене. Сосын оны қайнатып болғаннан кейін сыртын ашасыз. Сыртын ашып, ашылған свекланы теркадан өткізесіз. Теркадан мен жартысын өткіздім, мына свекланы өзім қайнатып. Содан кейін енді марлі аламыз. Марлі теркадан өткізген қызылшаны марлының ішіне саласыз. Ішіне салғаннан кейін оны жақсылап тұрып сығып аласыз. Сығып соғын шығарасыз. Соғын кесеге шығарып аласыз. Менде осындай кішкентай шықты. Осы кішкентай мен үшін жарайды. Мен жартысын өткіздім ғой, өткен. Сіз барлығын өткізсеңіз, барлығын соғын сығып аласыз. Сосын тамаққа дейін 30 минут бұрын ішесіз. Ауруыңыз емделгенше, өт жолыңыз дұрысталғанша тамаққа дейін 30 минут бұрын осылай әр қайсысын жаңадан дайындап ішесіз. Бұл үй жағдайындағы қарапайым әдіс. Егер бұлай күн сайын дайындап отырғымыз келмейді, немесе уақытым жоқ десеңіз, онда алтай шөптері бар көмекке келетін. Алтай шөбі ол қарапайым шөптерден, таза табиғи шөптерден, ешқандай қоспасыз шөптен жасалған жиынтық. Осы шөптер арқылы сіз алтай шөптер арқылы бауыр ауруын емдеп аласыз, яғни бауырыңызды тазалап аласыз, өт жолыңызды емдеп тазалап аласыз. 2 ай ішінде осы алтай шөптер арқылы тазалап аласыз. Бұл алтай шөптері туралы толығырақ білгіңіз келсе, описанияға номер қалдыра кетейін. Соған хабарласып біле аласыз. Осы жасаған әдісті егер сіз жасасаңыз, комментарияға жазып кетіңіз. Және де ем болсын, әрқашанда денсаулықтарыңыз мықты болсын. Каналды қолдап, лайк басып, комментария жазып, және де достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Басқа адамның да денсаулығы жақсарсын, аман болсын деген ниетпен басқа адамдарға, достарыңызға, туыстарыңызға, WhatsApp чаттарға тарата жүріңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар, алтындарым.